Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз 4-4 Рубик текшесінің 4-4 түрімен таныс боламыз және үйренетін боламыз. 4-4 Рубик текшесін 4-4 түрімен үйрену үшін, оны құрастыра білу үшін бірінші 3-3 түрін үйреніп алуымыз керек. Яғни осыны құрастыра білуіміз керек. Егер бұл 3-3-ті құрастыру білмейтін болсаңыздар, менің каналымда барлық сабақтары бар. Каналыма тіркеліп, осы 3-3-ті бірінші үйреніп алғандарыңыз дұрыс. Сонымен 4-4 текшесін қалай құрастырамыз? Бұл 4-4 Рубик текшесінің айырмашылығы 3-3-ке қарағанда, қараңыздар, мына орталық 3-3 Рубик текшесінде орталықтар болады, бұрыштар болады, қабырғалар бар. 4-4-те бұрыштар бар, қабырғалар бар, орталық бұнда жоқ. Орталық деп бұл 4 текшені айтамыз. Яғни қозғалмайтын орталық, яғни мұнда қозғалмайтын орталықтар міне болса, мұнда жоқ, міне 4-4-те болмайды. Айырмашылығы осыда. Енді бұл 4-4 Рубик текшесін қалай құрастырамыз? Бірінші 3 этапқа бөлінеді. 3 қадам десек болады. Бірінші қадамымыз, яғни мына орталықтарды жинап аламыз. Содан соң қабырғаларды жинаймыз. Мына жердегі. Одан кейін 3-3 қалай құрастырамыз? Дәл солай мына қабырғаларды орталықпен сәйкестендіріп, қосу таңбасын жасап, содан соң орталықпен сәйкестендіріп, қабырғаларды жинап, сосын галочка, сызықша, нүкте, соның барлығын жинап аламыз. Содан соң жоғарғы қабырғаны жинаймыз. Енді бір айырмашылығы, жоғарғы қабырғаға келгенде 3-3-ке қарағанда бұнда паритеті деп аталады орысша. Осы айырмашылық бар, бірақ ол кей кездерде кездеспеуі мүмкін. Дәл сол 3-3 сияқты жинап шығуға болады. Бірақ енді кездескен жағдайда сол 3 ақ формула бар, алгоритм немесе 3 ақ алгоритмді қолданып жинай аламыз. Сонымен кірсек, бірінші 3-3-ті де бұзып қойып, бізге қазір оңай болу үшін. Және мына 3-3-те қозғалмайтын орталықтар бар дедім. Яғни 4-4-те ол жоқ. Сондықтан да қазір бізге 3-3-ның көмегі керек болады. Яғни 4-4-те бұзайық. Көріп тұрсыздар, орталық жоқ. Сондықтан да біз бұның орталық жоқ болғандықтан қай жерде қайсысы тұру керек екен, осы 3-тегі орталықтарға қарап білеміз. Яғни біз жатқа білуіміз керек қой, яғни мына ақ түс, мысалға жоғарыға көк түс болады, жанында қызыл түс болады. Енді қызыл түске қарама-қарсы қызыл сары, ақ түске қарама-қарсы сары және көк түске қарама-қарсы жасыл. Дәл сол бағытта 4-4-ті жинайтын боламыз. Енді кірсек, әдеттегідей бірінші ақ түстен бастап көрейік. Ақ түстен бастаймыз. Енді бұл орталықтарды жинауда біздер орталықтар жинаған кезде мына төртеуін біріктіруіміз керек. Яғни ол үшін біздер мынандай сызықшалар жинап бастаймыз. Мысалға ақ түсті іздейік. Мына жерде міне ақ түс бар, мына жерде ақ түс бар екен. Яғни міне жоғарыға көтеріп, екеуін біріктіреміз. Яғни сызықша жасадық. Бұл 4-4-ті құрастырған кезде, яғни өзіміз орысша айтқан интуитивно дейді, іздеп тауып құрастыруымыз керек. Ақ
сызықша жасадық. Енді міне бір ақ түс тұр, міне тұр. Енді екеуін бір-біріне қосуымыз керек. Міне былай әкелген кезде қосылмайды. Сондықтан да біздер мына ақ түс мына жерге қоюымыз керек. Яғни мына алдын бұрап қойып аламыз. Сосын мына ақ түсті мына жерге қоямыз. Міне екеуі келді. Енді мына жердегі сызықша тұр, мына жерде сызықша. Оны бір-біріне қою үшін сіздерге оңай болу үшін мынандай әдісі қолданайық. Яғни арбамен тауар тасу деп айтайық. Яғни мына жерде екеуі тұр, енді мына жерде жоқ. Яғни былай етіп барып алып келеміз қазір. Мына бос қоямыз. Яғни ақ түсіміз мына жақта тұр. Бос жерді жоғарыға көтереміз. Яғни арбамен бардық тауар әкелуге. Тауар әкелуге бардық. Мына ақ түсті, яғни мына сызықшаның бойына қоямыз. Яғни мына жерін бос қоюымыз керек. Міне мына жерде тұрды. Бос арбамен бардық. Тауарды тиеп аламыз. Яғни мына бөлікті айналдырамыз. Тауарға, арбамызға тауарды тиеп алдық және қайтып келеміз. Міне осы айтып ақ түсті бір жерге келтірдік. Енді бізге жоғары жақты жинайық. Жоғары жаққа сіздерге оңай болу үшін мен солай жинаймын. Мысалы, ақ түсті жинадым, содан соң көк түсті жоғарыға жинаймын. Одан кейін қызыл түсті жанына жинаймын. Так, көк түсті жинап көрейік мына жерге. Так, міне бір түсін әкелдім. Так, мына жерде екі түс тұр, және мында бір түс тұр. Так, мынаны мына жерге әкеліп алайық. Тағы да жаңа арбамен міне бос тұр. Бос арбамен барамыз. Тауарды тиейміз және орнына қайтып келеміз. Бір айтып кететіндей, ақ түсті жинап алғаннан кейін мына көк түсті және басқа да түстерді жинаған кезде жасалған қадамымыз, мысалға бір қадам алға жүрсек, мына жерге тауарды тиеп алғаннан кейін, яғни түсімізді қойып алғаннан кейін қайтадан қайту міндетті. Өйткені мына жинап қойған түсіміз бұзылып кетеді. Сондықтан да орындаған әрекетімізді қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Так, мына жерде көк түстерді жинадық. Енді мына жерде бір түсіміз қалды. Оны мына жерге бару үшін біздер бір бос тұрған текшемізді бос қоямыз мына жерде. Енді мында баруымыз керек. Ол үшін мына көк түсімізді мынаның қатарына қойып қоямыз. Келесі мына бос тұрған текшемізді жоғарыға көтереміз. Яғни екеуі бір сызық болды. Тауарымызды тиеп алдық. Қайтып келеміз. Көк түсіміз жиналды. Енді келесі қызыл түс. Қызыл түсіміз жиналған екен. Үш түсі, енді біреуін тауып алуымыз керек. Мында жатыр міне. Так, мына жердегі қызыл түсімізді достар, мысалға алыста, қарама-қарсы бағытында тұрса да, ол қиындық тудырмайды. Біздерге мынаны былай қаратып тастауға болады. Міне бос түсіміз мына жерде тұр. Енді мынаны жоғарыға мына жерге апаруымыз керек. Қазір біздер былай апарсақ, жоқ болып кетті, өйткені ар жағында кетіп қалды. Сол үшін мына түсімізді мына жерге қойып қоямыз. Қазір мына түсіміз келіп мына жерге түскен кезде сызықша болу үшін айналдырамыз. Сызықша жасалды. Тауарымызды тиедік арбамызға. Қайтадан қайтып келдік. Қызыл түсімізді құрастырдық. Сонда ақ, көк, қызыл түс пайда болды. Енді қарама-қарсы түстер жинайық. Қызылды, қызғылт сарыны жинаймыз. Қызғылт сары екеуі бар. Мына жерде тұр міне. Так, мына жаңағы арбамызбен барамыз. Тауарымызды тиеп алдық. Қайтып келдік. Тағы да бос клеткамызды
текшемізді қойдық. Енді тағы да барамыз. Бірақ мына жерде тұр. Сондықтан да мынаны жерге қойып алуымыз керек. Қайтадан қайтып келейік. Мына түсті төменге қойдық. Қайтадан бардық. Былай қаратып қойдық. Яғни тауарымыз арбамызға тиелді. Қайтып келдік. Так, енді міне ақ түсіміз көк, қызыл түсіміз, қызғылт сарымыз жиналды. Көк түске қарама қарсы жасыл түсіміз. Жасыл түсімізді жинайық. Міне мына жерде сары тұр, яғни жасыл түсіміз жоқ. Сондықтан да мына жерге баруымыз керек. Яғни бірден екі түсті алып келуіміз керек. Ол үшін былай қаратып қоямыз. Сосын бос барамыз. Тауарды тиеп аламыз. Қайтып келеміз. Тағы да солай бос орын босатамыз. Мына түсіміз яғни жоғарыда тұру керек. Мына түске сәйкес келу үшін айналдырамыз. Жасыл түсімізбен барамыз. Сызықша жасадық. Одан тауарды тиеп алдық. Орнына қайтып келдік. Міне сары түсі енді автоматты түрде өзі құралып шығады. Сонымен біздер бүгін 4x4 Рубик текшесінің 4x4 түрін орталықтарын құрадық. Міне барлығын. Бұл 4x4 Рубик текшесінің айырмашылығы орталықтар жоқ. Фиксированный деп айтады ғой. Фиксированный орталықтар болмайды. Сондықтан да біздер 3x3-тегідей түстердің орналасу бағыттарын жатқа бөлуіміз керек. Және қайсысы қарама қарсы тұратынын бәрін жатқа білуіміз керек. Сосын дәл осы 3-тегідей етіп түстерді бағытымен қоямыз. Бағытымен қоймасаңыздар құрастырылмайды дұрыс. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Орталықты жинадық. Енді біздер қабырғаларды келесі сабақта жинайтын боламыз. Сабақ түсінікті болса, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақты жіберіп алмау үшін. Және басқа да Рубик текшесінің басқа да түрлерімен каналымда үйрететін болам түрлерін. Змейка Рубика, жылан түрімен әртүрлі 3x2 гир куб деген болады. Сонда үйрететін боламын. Сабақ түсінікті болса, аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.